Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілінен 6-шы нұсқаны талдайтын боламыз. Біріншісі синоним сөздерді табыңыз дейді. Оқушы, ұстаз, бірлік, аласапыран, бұрымтай, қолқа, дәрігер, мұғалім, бірден бір талай. Бұл арадағы дұрыс жауабы бұйымтай, қолқа болады. Бұйымтай, қолқа. Екінші, бейнелік мағынаны білдіретін сөздерді табыңыз дейді. Кейбір, әлдене, тырыс, дөңк, елбең, селтең, оттыр, жазғыз, аудандық, мейрамхана. Бұл арадағы дұрыс жауабы бейнелік сөздердің елбең, селтең деген сөздер болады. Бұл бізде бейнелеуші сөздер, бейнелік. Өзгелік етіс болып тұрған сөзді табыңыз. Бұл арада өзгелік етіс қыз деген сөздер арқылы жасалады, және тартыр. Сонда бізде бұл арадағы дұрыс жауап өзге тарапынан болса, яғни оқыттыр, жазғыз деген жауап дұрыс болады. Төртінші сұрақ, сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз. Өзіңе қарай дос таңда, сыйға сый, сыраға бал, көрші ақысы, құдай ақысы, 7 рет өлшеп, 1 рет кес, шөмішпен сорпа ішкізіп, сабынмен көзін шығарма дейді. Бұл арадағы дұрыс жауап шөмішпен сорпа ішкізіп, сабынмен көз шығарма деген болады. Шөмішпен сорпа ішкізіп, сабынмен көз шығарма. Келесі, қай дауысты дыбыс жіңішке, ашық, езулікке жатады? Бұл арадағы дұрыс жауап высы болады, деген. Бұл бізде дауысты дыбыс және жіңішке, ашық әрі езулік болады. Дерексіз зат есімді белгілеңіз. Дерексіз деген бізде көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын заттар. Сондықтан ол ой деген жауап болады бізде. Жетіншісі, баяндауыштың жасалу жолын көрсетіңіз дейді. Қара қазан бұрқ-бұрқ қайнап жатыр. Ең адам бізде бастауышты табаламыз, және баяндауыш бізде қайнап жатыр болса, күрделі етістік болады. Күрделі етістік. Келесін қарайық, бізде 8-ші тапсырма. Жинақтық сан есіммен тұлғалас есімдікті көрсетіңіз дейді. Өзі жинақтық болу керек, және сан есіммен тұлғалас есімдік болу керек. Сонда бізде біреу, кейбіреу деген бізде есімдіктер бар, сондықтан А тапсырмасы болады. Бұлай қарасақ, барлығы жинақтық, ау, еу деген жинақтық сан есімнің жалғалар мынау. Біреу, екеу, ау, еу деген. Ау, еу. Біреу, екеу, үшеу, бесеу. Бесеуі де жинақтыққа келеді, бірақ бізден сұрап тұрғаны жинақтық сан есіммен тұлғалас есімдік деп тұр. Сондықтан А тапсырмасы А жауабы болады. 9-ші тапсырма, тасымалдауға келмейтін қатар. Бұл арадағы тасымалдауға келмейтіні 10 сантиметр деген болады. Келесі, жалаң сөйлемнің түрі белгілеңіз дейді. Орындатқым келді. Дұрыс жауабы бұның жақты, жақсыз, толымды, толымсыз атаулы қайсысы десек, жақсыз сөйлем болады бұл. Жақсыз. 11-ші сұрақ, мектепке сөзіндегі қосымшаның қандай дыбыстан болатынын анықтаңыз дейді. Мектепке қатаң дауыссыз дыбыстан болады. Қатаң. Келесі, бас әріппен жазылмайтын орынды көрсетіңіз. Бас әріппен жазылмайтын орын бізде 3 жыл өтті, бөрібай бұрылды, жаңа қазақ орыс руының Қазақстан Республикасы. Дұрыс жауабы бізде Д болады. Қазақ, орыс
және румын деген. 13-ші сұрақ, себеп салдарлық жалғаулықты табыңыз. Бұл арадағы дұрыс жауабы бізде өйткені сол себепті деген сияқты. Себеп салдар, себеп мәнді. Осы болады өйткені. Келесі сұрақ, жалпы халықтық тілге жатпайтын сөз. Диалект сөз, ол жалпы халықтық тілге жатпайды. Диалект дегеніміз ол белгілі бір аймақта ғана қолданылатын сөз. Сондықтан дұрыс жауабы осы болады. Аяқталған сөйлемінің соңында келмейтін етістікті көрсетіңіз дейді. Аяқталған сөйлемнің соңында келмейтін етістікті көрсетіңіз. Көсемше. Көсемшеде. Қосарлы айқындауыш тұрған сөйлемді табыңыз. Пайда мақтан бәрі тіл, көбінің жүзі ақшыл несі қызғылт сарғыш келеді. Ағаділ қария ақ боз үйдің есігін түргізіп қойып әңгіме айтып тұр. Қызыл жасыл жапырақтар жерде жатыр, есік алды гүлмен құлпырып тұр. Бұл арадағы дұрыс жауап қосарлы айқындауыш десе, Ағаділ қария ақ боз үйдің есігін түргізіп қойып әңгіме айтып тұр деген жауап болады. Естіп тұр, әңгіме айтып тұр. 17-ші. Қарсылықты бағыныңқы сабақты сөйлемді көрсетіңіз. Бұл арадағы қарсылықты бағыныңқы болатын болса, біз аламыз оны. Таң алдында бір сағат мызғығаны болмаса, абай бұл түнді ұйқысыз өткізді деген жауабы болатын сияқты. Таң алдында бір сағат мызғығаны болмаса, абай бұл түнді ұйқысыз өткізді. Бір сағат мызғығаны болмаса, абай не істеді? Қарсыласып тұр. Бұл түнді ұйқысыз өткізді деп. Дауыс септікті жалғауға табыңыз. Дауыс септік бізде наны да болады. Септік жалғаулар жеті септіктің ішіндегі дауыс септігі. Дауысыны талғамай жалғанған қосымшалы сөзді көрсетіңіз. Дауысыны талғамайтын болса, бізде әсемпаз көрегенді оқымысты оқынышы жуастық әсемпаз деген болады. Әсемпаз. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз дейді. Аяймынсы болады. Сөз жауабы. Аяймын. 21-ші сұрақ. Атаулы сөйлемді көрсетіңіз. Атаулы. Түн ышқынған долы дауыл, боран түні бойы олады. Ауыл адамдары бір-бірімен қатыса алмады. Мал тегіс қорада тұр, аяз қатайып кетті. Атаулы сөйлем болатын болса, бұл түн деп өзі айтып тұр. Түн ышқынған долы дауыл. Атаулысы осы болады. Қатыстық сын есімді ажыратыңыз дейді. Көк, аласа, ашы, мейірімді, биік. Дұрыс жауап бізде мейірімді деген болады. Қатыстық сын есім басқа сөздермен қатысу арқылы. В дауыссыздардың жұп қатары дейді. Көбінесе бізде жұп құрайтын, бізде ұяң мен қатаң дауыссыз дыбыстар болады. Сондықтан бұл арада дұрыс жауабы П және Х деген болатын арақта. П мен Х жұп қатарлы болады. 24-ші сұрақ. Орфоэпиялық норманың сақталу орнын көрсетіңіз. Жас шағында. Бізде орфографиялы сөздің дұрыс жазылуы болса, орфоэпия сөздің дұрыс айтылуы болады. Сондықтан дұрыс айтылып тұрған бізде тіркес сөзде. Тіркес сөзде орфоэпия нормасы сақталады. Жас шағында тіркесіп тұр. Қаратпа сөзді табыңыз. Қаратпа сөз бізде ей аққу сәлемдеші жолыққанда деген екі жағынан өтір қойылу арқылы біз ажырата аламыз. Екі жағында өтір тұр, сондықтан
бұл қаратпа сөз. Қаратпа сөз, оқшау сөз, қыстырма сөздерде біздерде өтіруге болады. Қай қатардағы тыныс белгілер сөйлемнің ортасына қойылады дейді. Сөйлемнің ортасына бізде дефис және өтір және сызықша, дефис сұрау белгісі, сызықша нүкте өтір, леп белгісі, өтір қос нүкте леп белгісі. Осының қайсысы сөйлемнің ортасына қойылады дейді. Өтір, сызықша сөйлемнің ортасында қойылады. Жалпылау есімдігін көрсетіңіз. Өзім, әрбір, дәнеңе, бүкіл, ешкім. 27-нің дұрыс жауабы бізде ол бүкіл деген жауап болады. Да жауабы бүкіл. Күшейткіш буын арқылы жасалатын шырайдың түрін көрсетіңіз. Қатты, қаттырақ, қаттылау, қап-қатты, қатқалтым. Қап-қатты күшейтіп тұр мына жерде. Қап-қатты. Қаттырақ болса салыстырмалы шырай. Күшейткіш болғандықтан қап-қатты. Қандай? Қап-қатты. Осы болады. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз дейді. Тұрақты сөз тіркесі: ол оқыды, оқыған азамат, барды қанағат етейік, ел іші алтын кенім, сау басына сақина тілеу. Тұрақты сөз тіркесі бізде сау басына сақина тілеу болады. Мына жақта а деп біреу келді, бұл теріс бұл. Ол оқыды деген болмайды. Сау басына сақина тілеу тұрақты сөз тіркесі. 30-шы қайталама қос сөзді табыңыз дейді. Тез-тез қайта-қайта, таудай-таудай аппақ, үгіт насихат жап-жаңа, бақытты бақытсыз қосаяқ, мәдени ағарту өзінен өзі. Бұл арада тез-тез және қайта-қайта деген сөздер бізде қайталанып тұр. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, осымен бүгін біз 6-шы нұсқаны талдап болдық. Келесі сабақта 7-ші вариантта қарастырамыз нұсқаны. Сондықтан жіберіп алмай біздің YouTube арнаға тіркеліп қойыңыздар.